абзацтар, шегіністер және интервалдар. Бірінші, жол аралық интервалда өзгертуге болатын бұйрық қандай? Жауабы жанама мәзір абзац. Басқалары келмейді, сондықтан да жанама мәзір абзац. Екінші, экранда пішімдеу сызғышы жоқ, оны қалай қосамыз? Жауабы оқимыз. Бірінші, бізде В вариантының жауабы дұрыс келіп тұр. Түр көрсету немесе жасыру сызғыш. Басқа жауаптары бізде келмейді. Үшінші, пішімдеу сызғышының қызметі. Абзацтың параметрлерін сол жақ және оң жақ шеттер шегіністерін азат жолда баптау. Қарып туралы, құжат туралы. Сондықтан да жауабы А варианты дұрыс. Төртінші, мәтіннің атауын жолдың ортасына қалай орналастырамыз? Атауды ерекшелеу және яғни ортасы не осы А варианты дұрыс. Келесі. Егер бетті сол жағынан да оң жағынан да түзету керек болса, онда нені таңдаймыз? Яғни оң жақ немесе сол жақ болса А варианты таңдаймыз. Келесі, жол аралық интервалды өзгерту үшін жауапты батырма. Д варианты бізде жол аралық дегеніміз интервал. Мыналар шегіністер А мен В. С басқа жауап, сондықтан да Д варианты. Жетінші, абзацтағы шегіністі ұлғайту үшін жауапты батырма. Бізде ұлғайту үшін бізде В варианты жауабы. Тізім құратын батырма. Бізде С варианты. Басқалар шегіністер, абзац, интервал, ДЦ. Абзацтың түсін өзгертетін батырма. Бізде А варианты. Пішімдеу сызғышында бірінші жол шегінісі үшін жауапты. Пішімдеу сызғышында бірінші жол шегінісі ол бізде жоғарғы үш бұрышты маркер. Жауабы. Жоғарғы үш бұрышты